Дәретханаға кірерде есікті ашпас бұрын Бисмиллах, Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис деген дұғаны оқу керек. Мағынасы Алланың атымен. Аллахым, еркек және ұрғашы жындарға қарсы өзіңнен пана тілеймін деген мағынасы. Және де әжетхананың есігін ашып, сол аяғыңызбен кіресіз, ол жерде телефон шұқылау, бет алды сөйлесу, кітап оқу деген болмау керек. Қажетіңізді өтеп болғаннан кейін сол қолыңызбен қағазбен сүртесіз, одан кейін оң қолмен құйып отырып, сол қолыңызбен жуасыз. Одан кейін әбден қажетіңізді өтеп болғаннан кейін оң аяқпен шығу керек. Есікті жабасыз да, арнайы дұғасын білмесеңіз, қысқаша ғуфранака дегенді оқисыз. Мағынасы кешіре көр деген сөз. Осы видеоны көріп отырсаңыздар, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.